Сәлем баршаға. Бүгін сенімен геркулестен котлет дайындайтын боламыз, яғни сулы жармасы. Осылай әдемі, дәмді, әрі жеңіл болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге алдын ала су қайнатып аламыз. Енді мен жасаған геркулесімнің шамасы 200 граммға істедім. 200 грамм геркулесті қақпаға жақсы жаулатын ыдысқа саламыз. Бұның үстінен галина бланка кубиктерінен 2-3 штугін алып саламыз. Мен сиыр етінен жасалғанын пайдаландым. 200 граммға 2, 400 граммға 4 салынады. Көптеу істеймін десеңіздер 4 салып істесеңдер болады. 400 граммға. Мына жерде 200 граммға жасалынған. Енді салмамыздың үстінен қайнаған ыстық суды құямыз. Геркулесіміз батып тұруы қажет. Осылай қақпағын жақсылап жауып 20 минут, 30 минуттай бұқтырып қоямыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді жарты сағат 30 минуттан соң ашып, оның үстіне 2 жұмыртқа жарамыз. Егер 400 грамм болса, 4 жұмыртқа қосамыз. Мына жерде 200 грамм. Енді бұл жұмыртқаны салған соң жақсылап араластырамыз қасықтың көмегімен. Газге отқа тапамызға май құйып қыздырып аламыз. Енді қасықпен осылай алып майымызға саламыз. Қызарғанша қуырамыз. Айналдырып, астын қызартып, бетін аударып, қуырып аламыз. Дәмі өте керемет болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай қуырып аламыз, шашырамайды ешқандай, жинақы болып піседі. Осылай қызартып қуырып алып, екі жүз граммның өзінен үлкен тарелкамен бір тарелка шықты. Осылай шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер.